Барлығы мидағы ойға байланысты. Ой барлық нәрсенің бастауы болып табылады. Сіз ойларды басқаруға болатынын білесіз бе? Сол себепті адам өзін дамытқысы келсе, ең әуелі ойды жақсарту керек. Біреуге ауыртпашылық жасайтын адамдар бар. Және сол ауыртпашылықты еш нәрсеге қарамай жеңіп шығып, әрі қарай өмір сүретін адамдар бар. Не үшін екені белгісіз, бірақ осы екі адамды өмір тоғыстырады. Өміріңізді өзгерткіңіз келсе, бір нәрсені басқаша жасап үйрен. Қазіргі күндегі ең қатер әрекетсіздік. Тыңдау сөйлеу де маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің екі құлағымыз бен бір аузымыз болмас еді. Көп адам жаңа ойлар мен мүмкіндіктерді тыңдап, сосын пайдасын асырудың орнына ауызбен ойлап жағаласа береді. Сұрақ қоюдың орнына қарсы пікірін көп танытады. Өмірдің бізге берген тапсырмаларының жауаптары соңында берілмейді. Өмірде кейбір нәрселерді түзету мүмкін емес. Мұны тек тәжірибеден өткізу деп санауға болады. Үлкен шығындардан қорықпа, аз табыстан қорық. Егер арманыңыз мүмкіндіктермен сәйкес келмесе, сіз арманыңызды шектеуіңіз немесе мүмкіндіктерді көбейтуіңіз керек. Ең күштілер емес, өзгерістерді ең жақсы қабылдайтындар аман қалады. Адамдар сенің айтқаныңды, жасағаныңды ұмытады. Бірақ сенің оларға еріксіз нені сезіндіргенің ешқашан ұмытылмайды. Нағыз сұлулық жүректе өмір сүреді. Ол көзге шағылысып, іс-әрекетте көрініс табады. Бұрын қателескендер тезірек үйренеді. Бұл басқаларға қарағанда жақсы артықшылық. Мәселелер тежегіш шамдар емес, олар бағыт белгілері. Дүниедегі маңызды нәрселердің барлығына үміт оты сөне бастаған кезде, қайтпай тырыса берген адам қол жеткізеді. Кедергілер сізді тоқтатпауы керек. Қабырғаға соғылып қалсаңыз, бұрылып кетпеңіз. Оған қалай көтерілуге, оны басып өтуге, немесе оны айналып өтуге болатынын анықтаңыз. Сіз әрқашан есте сақтауыңыз керек нәрсе бар. Сіз ойлағаннан да батылсыз, көрінгеніңізден күштісіз, және ойлағаннан да ақылдысыз. Өмірдің бәрі сынақ, және әрқайсымыздың өз қиындықтарымыз бар. Ешқашан берілме. Өмірде не істесең де, қиын кездер әрқашан келеді. Түпкілікті маңыздысы осы уақыттан аман өткенің. Өмірдің әр секундына дейін тиімді пайдаланыңыз. Жақсы көрсеңіз, жақсы көріңіз. Сағынсаңыз, айтыңыз. Жек көрсеңіз, ұмытып кетіңіз. Бірақ күтіңіз. Қанша болса да күтіңіз. Сізді сүйген адам міндетті түрде қайтып келеді. Адамдар ешқашан көре алмаушылық қасиеті арқылы бақытқа қол жеткізбейді.
бір-біріне кешіріммен, махаббатпен, мол сеніммен қарайтын адамдар ғана бақытты болады. Өзінің өмірімен не істеу керектігін білетін адам ешқашан өзге біреудің өміріне араласпайды. Кейбір адамдар әдемі жерді іздейді, басқалары бұл жерді өздері әдемі етеді. Бақытты болудың сыры неде екенін білесіз бе? Өзіңе тек керектіні ғана алу. Адамдар әлсіз болғандықтан емес, ұзақ уақыт бойы күшті болған үшін жылайды. Бақытты болу, яғни қанағаттандырылғандық. Қанағатшыл болу деген, бұл қабылдау. Ең бастысы өзіңе сену, ал айналаңдағылардың пікірі күнде өзгеріп отырады. Егер артыңа мүлдем қарағың келмесе, онда сен дұрыс жолдасың. Ешқашан ақымақтармен ұрыспаңыз. Сіз олардың деңгейіне түсесіз. Онда олар сізді өз тәжірибесімен басып тастайды. Сәтсіздік қайта бастаудың жай ғана мүмкіндігі, дегенмен бұрынғысынан ақылдырақ түрде. Толқындарды ойдың күшімен қозғау ғажайып емес, бұл фокус. Ал балаларын тамақтандыру үшін 4 жерде жұмыс жасайтын жалғызбасты ана, бұл таңғажайып. Адамдар алып күштің өз іштеріңізде жасырынып жатқанын жиі ұмытасыздар. Кеше ақылды болдым, сол себепті әлемді өзгерткім келді. Бүгін дана болдым, өзімді өзгертудемін. Қазір уақыт жоқ, ертең күш қайратымыз жоқ. Ал арғы күні біздер болмаймыз. Ештеңені кейінге қалдырмаңыз. Осы сәтпен өмір сүріңіз.